Matic Basket'in бір ерекшелігі достар, біздің алатын табыстарымыздың барлығы түскен кезде сразу шығып отырады. Оның атын ликвидность деп айтады, ақшаның ликвидный болуы. Ликвидный дегеніміз ол спокойно түскен ақшаның сразу шығып отыратыны. Сондықтан да мен осы Matic Basket'те жұмыс жасағанды өзім өте ұнатамын. Себебі басқа проекттер бір айына беріп жатса, аптасына беріп жатса, бізде қалай мен жұмыс жасадым, солай мен табысымды шығарып ала аламын. Секунд сайын ба, минут сайын ба, сағат сайын ба өзім білем. Сондықтан да әрине бұл проекті бір өте керемет бір Алла тағаланың берген мүмкіндігі деп өзім санаймын. Себебі блокчейн, смарт-контракт, жаңағы криптовалюта деген дүниенің барлығы осы, тем более осы біз Maticпен табыс тауып жатқандықтан, Maticтің құны бүгінгі таңда $1 асып, уже $1 2 болды ма, 3 болды ма, солай көтеріліп бара жатыр. Күннен күнге көтеріліп жатыр. Мен оны уже жазда айтқан болатынмын. Осы серіктестерімізге барлық уақытта вебинарларда постоянно қайталап айтып отыратын, что Maticтің құны өседі. Даже биткоин өспей тұрып, даже түсіп жатқан кезде Maticтің құны өсіп отыр, достар. Мысалы, мен кіргенде 3 цент болатын, жазда қанша рет биткоин түсті, а Maticтің құны өсіп отырды. $1 7 центқа барып, 8 центқа барып, қазіргі таңда уже $1 асып, уже кетіп бара жатыр. $2 қазір кетіп бара жатырмыз. Скоро $2 болады, сосын $5 болады, даже $100 шейін көтеріледі. Ол $100 предел емес. Matic Basket дегеніміз платформа осы Maticпен табыс табатын болғандықтан, біз оны криптовалюта Maticта обязательно оның тарихын, қалай шыққанын, қалай жұмыс жасайтынын барлығын осы жерде айтып отырамыз. Осы Maticпен табыс табатынымыздың арқасында біз әрине криптовалютаның не екенін біз сіздерге үйретіп отырамыз. Сондықтан да Matic Basketке келген адамдар, қатысқан адамдар, серіктестеріміздің барлығы нағыз криптовалютаның қандай екенін, және криптовалютаның ішінде қандай криптовалюталарға көңіл бөлу керек. Мысалы, қандай криптовалюта трендовый болады, қандай криптовалюта өтірік криптовалюта болады. Хотя ол кейбір көп қолданбайтын биржалардың арасында неизвестный дейді ғой, атағы әлемге жайылмаған криптовалюталар, биржалар болады, криптобиржалар. Солардың ішінде отырған криптовалюталар бар. Либо 2000-5000 орында тұрған криптовалюталар болады, мысалы. Сондай криптовалюталарға қарағанда, мысалы, қандай криптовалютаны вообще қолға алып, өзіңізге мысалы капитал жасап, инвест портфель жасауға болатын барлығын осы жерде айтып отырамыз. Себебі достар, осы именно криптовалюта Matic бүгінгі таңда енді жан-жақтан көптеген адамдар, көптеген эксперттер уже бүгінде бір видеоны жіберіп отырмын. Disneyland, Starbucks деп жатыр, жаңағы Adidas деп жатыр, Instagramның өзі қолданатын болып қолға алып жатыр. Не себептен Maticтің бағасының құны өсіп жатқан себебі сол. Себебі оған спрос көп, сұраушылар көп, сұраныс көп бұл Maticке. Сондықтан да осы Maticке, мысалы, сіздердің енді әрбір адамның қолында жоқ қой, миллион салып, мысалы, $10,000, $20,000, мысалы, $50,000 салып қойып, ұзақ уақыт күтетін, жылдың аяғына шейін 2 жылдап күтетін, мысалы, мүмкіндік жоқ ұзақ уақытқа Maticті алып қойып, қалтасына салып қойып, просто держать етіп, бағасы өскен кезде сатам деп отыратын көптеген қарапайым халықта ондай мүмкіндік жоқ, достар. Сондықтан да Matic Basket деген платформа осы мүмкіндікті береді. Что-то мен сөзім өшіп қалып жатыр ма? Осы мүмкіндікті береді. Осы Maticті табыс ретінде, табыс көзі ретінде жасап отыруға сондай мүмкіндік береді. Тек қана 100 Maticпен тіркеліп, мысалы, ары қарай сіздер өздеріңіз білесіздер, сіздердің іс-әрекеттеріңіз активно белсенді жұмыс жасайтын болсаңыздар, мен сияқты тәулігіне мысалы $500, $1000, $2000, $5000 шығара бересіздер. Бесконечно шығара беруге болады. Сондай бір керемет осындай платформа Matic Basket. Matic Basket деген платформаны смарт-контрактының өзі Polygon сканмен тексеріледі. Компанияның смарт-контрактысының адресі барлығы тұр. Ол Polygon сканмен тексерілетін себебі ол, значит, Polygon өзі тексеріп, осы компанияны тоже қабылдаған. Басқаша оны тексерілмеген болса, оны қабылдамайды обычно Polygonның өзі, өзінің атағын, өзінің авторитетін жоғалтпау үшін, ол ешқашан өзіне анау-мынау өтірік заттарды қоспайтын несі бар. Бір өзінің себебі бар, әрбір компания өзінің авторитетіне, өзінің атағына көңіл бөледі. Сондықтан да осы Matic Basket деген платформаның бір кереметі, ол уже Polygonның өзінен тексерілген. Polygon деген сет арқылы біз жұмыс жасаймыз, оның транзакциясы өте тез және комиссиясы өте аз. Бүгінгі таңда любой сет, любой криптовалютаға қарағанда трендовый болып бірінші орында тұрған себебі де сондықтан.
ол бүкіл криптовалюта, особенно эфириум деген криптовалютаны прямо таратып дамытуға арналған сондай криптовалюта. Эфириумды өздеріңіз білесіздер, екінші орында тұрған криптовалюта. Сондықтан да әрине бұл криптовалютаны қолданып, бұл криптовалютаны табыс ретінде көбірек тапқан дұрыс. Мына Matic Basket деген платформа ешқандай сіздерге майнингтің де қажеті жоқ, неше түрлі аттарын айтатын, на самом деле заты жоқ дүниелер бар, неше түрлі компаниялар бар. Оларға қарағанда бізде кәдімгідей алгоритм, математический алгоритмнің арқасында біз табыс табамыз. 6 түрлі табыс көзі бар, 6 түрлі табыс көзі болғанмен ол 16 түрлі табыс көзі бар да бізде. Біз оның 5 түрі 3 сәтте табысты алып келетін болғандықтан біз оны енді қысқартып, бірдей сәт болғандықтан оны қысқартып жаңағыдай 6 түрлі деп айтамыз. На самом деле 15-16 түрлі табыс көзі бар. Мысалы, біріншіден сіз бірінші тәуліктен бастап сіз тіркелдіңіз, тіркелгеннен соң 30 адамды система беріп жатыр. Любой серіктеске, мысалы, любой тіркелген адамға 30 адамды береді. Сіздің артыңыздан келіп, бүкіл әлем бойынша келіп тіркеліп жатқан адамдар сізге 1% сол 30 адам табыс алып келеді, бірінші тәуліктен бастап. Пакеттерін сатып алып жатады, сізге 1% табыс түседі. Ол табысты сіз бірінші тәуліктен бастап шығарып алуыңызға болады. Спокойно. Ешқандай задержка жоқ, ешқандай проблема жоқ. Түсті ма ақшаңыз 2 матиктен жоғары ма, сразу аласыз да шығарып отырасыз. Сосын қараңыздар достар, бұл жерде тағы да бір кереметі, сол 30 адамның өзі 3 сәтте 3 кезеңде жаңағыдай табыс алып келеді. Бірінші жаңағы пакеттерін алған кезде, екінші жаңағы пакеттерін апгрейд жасап жатқан кезде, үшінші сәті олар табыстарын шығарып отырған кезде. Өздеріңіз ойлаңыздар, адам баласы мына жерге келген соң табысымызды біз бәріміз шығаруға дайынбыз. Любой адам осы табысын көптеп шығару үшін, сондай ниетпен осы любой проектқа келеміз ғой, сол кезде табыс табуға, табысты шығарып отыруға келеміз. Сонда қараңыздар, 30 адамның ішінен әрқайсысы өзінің табысын шығарып отырады. Сіз одан просто автоматты түрде 1% табысыңызды алып отырасыз, достар. Сондай бір керемет сәт. Осындай осы 30 адамды сізге бекітілді ме, смарт-контракт бойынша сіз солай қатып қалып, мысалы, солай сізге бекітілді, болды, ол сіздің адамдарыңыз, сіздің серіктестеріңіз 1% алып келеді. Хотя сіз ол адамдар танымайсыз, ол бүкіл әлем бойынша. Мүмкін англичанин ба, индус ба адамды, Қырғызстаннан кісілер ма, Өзбекстанның партнерлары ма, өзіміз білмейміз, бірақ тек қана адрес тұрады. Сонымен қатар, достар, екінші бізде табыға аплайннан келетін табыс көзі. Жоғарғы аплайн дегеніміз, ол өзімізді шақырған спонсор болуы мүмкін, немесе біз Переевпен бір адамның артына барып тұрғанда, сол адамның артында бізге 2,5% табыс түсіп отырады. Себебі әрбір серіктестің артында 4 қана орын бос. Сол 4 орынға 4 серіктес келіп қона қалып, сол 4 серіктес сол жоғарыда кісі адам өзі табысын шығарып жатқан кезде, сразу өзіне 2,5% сол шығарып жатқан табыстан алып отырасыздар. Сіз сонда қараңыздар, өзіңізге келіп жаңа 30 серіктесті берді система, өзіңіздің жоғарғыда тұрған спонсорыңыздан немесе жаңа аплайннан алып жатасыз табысыңызды 2,5%, уже сіздің алатын табысыңыз мысалы 30% плюс 2,5% ол 32,5% болды. Сосын сізге мысалы переливпен адамдар келеді. Жаңа 4 серіктес шектеу болғанда, 5-ші адам, 6-ші адам тіркелген кезде өзіңіздің спонсорыңызға да олар барады, өз сол кісінің астындағы 4 адамның артына барып тіркеледі. Байланады. Олар деңгей бойынша табыстар алып келеді. 4%-дан 10%-ға дейін. Ол деңгей бойынша ешкімді шақырмасаңыз да, бірінші, екінші деңгейден сіздер 20 адамнан табыс аласыздар. Бірінші деңгейден 4 адамнан сіз 4% аласыздар, екінші деңгейден сіз 5% аласыз, ол жерде 16 адам болады. Сонда қараңыздар, 30 адам плюс 20 адам, ол значит 50 адам. Сізде 50 адам болады, сонда және жаңа 20 адамнан сіздің алатын табысыңыз пайызы өте көп. Ол перелив енді сразу болмаса да, уақыт өте келе, кейбіреулерде кішкене біраз уақыт өткен соң келіп жатыр, кейбір кісілерде сразу түсіп жатыр. Ол енді әр адамның өзінің тұрған орнынан байланысты. Мысалы, егер сізді шақырған спонсордың артына сразу напрямую былай байланып, сразу же барып тіркеліп алсаңыздар, ұзақ ойланбай, сол кезде сіздерге өте керемет болады. Ол жоғарғы спонсорыңыз активный болса, сізге перелив те көптеп түседі. Бірінші адам болып, екінші адам болып, үшінші адам болып тіркелетін болсаңыздар. Ал егер енді глубинаға кетіп қалып өтіп жатсаңыздар, енді ол кезде переливтер кішкене біраздан соң түседі. Бірақ любой адамға уақыт ерте ме кеш пе бәрібір перелив келіп жатыр. Қазір байқап жатырмыз, кейбір адамдар, былай тіркелген адамдардың переливпен кетіп қалған адамдардың өздері, менің өзім командамда, кәдімгідей переливпен адамдарды алып серіктестерге ие болып жатыр. Сонда керемет. Ешкімді шақыра алмадым деген адамдар, немесе өзін ғана тіркеп қойған адамдар бар, солай. Сондықтан да бұл да пассив. Былай қарасаңыз 20% алып кеп тұрады. Ой, жаңағы 20 емес, 20 адамнан сізге пайыз түсіп тұрады. Олар да 3 кезеңде
пакеттерін алған кезде, пакеттерін апгрейд жасаған кезде және постоянно табыстарын шығарып отырған кезде сізге табыс түседі. Сонымен қатар активный табыс көзі бар. Үш түрлі ол активный табыс көзіміз. Мысалы, біріншіден адамды сіз өзіңіз досыңыз болсын, туысыңыз болсын, тіркедіңіз ба, даже өзіңіздің пакетіңіз болсын, тіркеген кезде сіз өзіңізден мысалы реферальный бонус ретінде 10% аласыз. Оған қоса ол сіздің шақырған адамыңыз барады деңгейге түседі, бірінші деңгейге түссін, екінші деңгейге түссін, солай қай жерге барады, соған байланысты сіз оған тағы да пайыз қосып аласыз. 10% реферальный бонус, оған мысалы 4% ба, 5% ба, немесе 10% ба 9-шы деңгейге мысалы перелив болып кетіп жатса, соған байланысты сіз өзіңіздің 10%-дан 20%-ға шейін пайыздарыңызды алып, табыстарыңызды алып отырасыздар. Сонымен қатар, достар, мына жерде бізде 4-4 деген схемаларымыз бар. Ол арқылы біз 4 миллионда табысқа шығуға болады. Осы 23-ші жылы бұйырса мен өзім ниеттеніп отырмын, бір болмады дегенде бір кәдімгідей 3-4 рет осы 4 миллионға шығуға. Себебі мен не себептен оны жоспарлап отырмын 3-4 рет. Оның себебі, достар, бұл жерде мысалы мен 400 мың долларға жететін болсам бір рет табысқа, ол сол 400 мың доллар қайтадан айналып маған түседі. Оның себебі неге мен сол 400 мың доллар үшін өзіме команда создавать етемін ғой, команда жинаймын, адамдарға ақпарат беремін, жұмыс жасаймын. Сосын ол командамен де жұмыс жасаймын, оларды үйретемін табыстарын көп шығаруға. Соның арқасында ол команда менің жұмыс жасап жатады. Менің бір жасаған белсенді жұмысым кейін уақыт өткен сайын олардың саны да көбейе бастайды, олардың табыстары да шығаратын көбейіп бастайды. Соның арқасында менің алатын табыстарым, жаңағы мысалы 400 мың доллар ма, оны мен қайта алып отырамын. Бізде сондай бір алгоритмнің қасиеті бар, мына математика. Бұл жерде ешқандай мынандай өтірік алдап, легенда айтып, сказканы айтып отыратын мынандай хай пирамида емес. Бұл жерде барлығы ашықтан ашық. Кабинетте барлығы ашылып тұр, барлығы көрініп тұр. Өздеріңіз қарасаңыздар, мына жерде барлығын санап алуға болады. Сонда сіз бір рет 4 миллионға жеттіңіз ба, сіз оны обязательно қайтадан сол ақшаны аласыздар. Уақыт, қанша уақыт? Мысалы, басында сіз 400 мың долларға жеттіңіз делік. Мысалы, оны сіз жарты жыл жасадыңыз ба, бір жыл жасадыңыз ба, соған байланысты да, мүмкін жарты жыл жасадыңыз деп алайық, мысал ретінде. 400 мың долларды жарты жылда жеттіңіз. Сосын алата ол 400 мың доллар тағы да бір 5 ай өткеннен кейін келеді. Содан кейін сіздің командаңыз жұмыс жасап жатады, сіз де жұмыс жасап жатасыз. Одан соң ол қысқарады арасындағы уақыты келетін ақшаны, жаңағы сол ақшаны келетін уақыты. Сосын ол 4 ай болады, сосын 3 ай болады. Сосын сөйтіп сіз даже күнделікті даже 400 мың долларға шығып кетсеңіздер болады. Ойлаңыздаршы, қандай керемет. Сондықтан да бұл алгоритмді қолдану керек. Бұл алгоритмді әрине қолданып, максимально белсенді жұмыс жасап, осы жерде отырып, тыңғылықты фокусировано жұмыс жасасаңыздар, өте керемет нәтижелер болады. Особенно ақша жағынан. Себебі любой жерге барғанда сіздер ақшаны қалайсыздар. Любой жерге барғанда қазіргі таңда, мысалы, әлем солай болып жатыр, онлайннан табыс тапқан өте жақсы. Мына біздің MatiBasket платформасында бұл инвестиция емес, достар, шатастырмаңыздар. Бағанада бір кісілер айтып жатыр, сізде инвестиция ма? Бізде инвестиция жоқ, достар, бізде инвестиция емес. Біз активация смарт-контракт жасаймыз өзіміздің кабинетімізде, одан кейін сол кабинетімізден біз постоянно табыс алып отырамыз. Ол жерде жаңағыдай постоянно қайта активировать етіп отыратын, подтверждать етіп отыратын, сбор жасап отыратын, клондар ашылып отыратын, ондай дүние жоқ бізде, категорически жоқ. Бір-ақ рет ақша саласыз, кабинетіңізді активация жасайсыз, болды. Сол смарт-контракт сізге бака блокчейн жұмыс жасап тұрма, сізге жұмыс жаңағы алгоритм арқасында табыс алып келіп тұрады, жаңағыдай 16 түрлі табысыңызды алып келіп тұрады. Сонымен қатар енді бүгін мынау бізде көбінесе орысша чаттарда матик жайлы, криптовалюта жайлы ақпараттар болып жатыр ғой. Мен сіздерге қазір сол ненің орысшасын қазақшалап сіздерге айтып көрсетіп кетейін, чтобы біздің қазақша аудиториямызда соны білсін деп. Мінекей мына жерде қазір экранды ашамын. CoinMarketCap'қа кіресіздер. Осы жерден сіздер любой криптовалютаның жаңағы жағдайын көруіңізге болады. Сондықтан да айтамын ғой, сіздерге осы криптовалютаны любой жерде сізге мысалы көптеген адамдар анау неше түрлі OneCoin дейді, тағы бірдеме дейді, анау қазір жүр платин койн де тағы бірдеме дейді, кішкене сондай криптовалюталар бар. Олар мысалы мына жерде орындарын қарасаңыздар, өздеріңіз осы жерден орындарын қай жерде тұрған көруге болады. Мына жерде мінекей полигон дегенді мысалы бүйтіп ашып қараймыз. Полигонды басамыз, мінекей полигон матик деп тұр. Полигон матикті ашамыз, қазір загрузится, мінекей полигон матик, ранг деп тұр, 10 дейді. Ранг дегеніміз орны дейді. Бүгінгі таңда криптовалюта, общий криптовалютаның саны 22.424 деп көрдіңіздер ме жоғары жақта. Одан кейін мына жерде ранг дейді, мына криптовалюта полигонның рангы 10-шы орынды көрініп тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бүгінгі бағасы $1.25 дейді. Бүгінгі таңда қазіргі прямо бағасы. Сонымен қатар мына жерде қарасаңыздар,
көптеген мына CoinMarketCap'та мынау енді телефон болған соң онша ашылып көрінбейді, но былай қарасаңыздар болады, телефонмен де қарауға болады, былай компьютермен қарасаңыз кішкене более открыто көрініп тұрады. Ана жерде енді мінекей бағаларын көрсеңіз болады, бұның историясын көрсеңіз болады, бұның мысалы қандай биржаларда бар екенін барлығын осы жерден қарауға болады достар. Мінекей полигонның мысалы подписчиктер полигонмен қолданатын нелер 599-да 7 фолловер дейді, ол подписчик деген сөздер. Мына жерде ағылшыншалап неше түрлі жаңағы отзывтар жазылған да. Мінекей қандай нелермен, қандай адамдар бұлармен жұмыс жасайды, соның барлығын егер қажет болса копировать етіп алып, мысалы сіз оны бүйтіп ашасыз да, мысалы копировать етіп алып, жаңағы перевод жасап алсаңыз да бүйтіп болады. Оның барлығын көріп оқимын десеңіздер. Оның бәрін зерттеп алуға болады мына жерде. Өте керемет жаңағы мына CoinMarketCap дегені статистикасын көрсетіп отырады. Мінекей мына жерде қарасаңыздар, мінекей 7 күнде қалай өсіп жатыр, мінекей. Бір айда қалай өсіп жатыр, мінекей көрдіңіздер ма? Строго мінекей кетіп жатыр, өсіп кеткен. Мына жерде жоғары жағынан қарап, қалай өсіп жатқанын қарауға болады. Сонымен қатар, если сіздер мысалы басқа криптовалютаны қарайтын болсаңыздар, мұнда поиск бар, сол поискке набирать етесіз, сол криптовалютаны. Рангын қараңыз, ол нешінші орында тұр. Сол кезде сіздер түсіне қоясыздар. Не себептен мысалы матиктің құны өсіп жатыр, басқа криптовалюта өспей жатыр. Сондықтан ол жақтан да қарап отырсаңыздар болады. Сосын бағана мен бір видеоны жібердім, соны обязательно қараңыздар, себебі ол жерде айтылып тұр. Disneyland, Adidas бар, жаңағы Instagram бар, Meta дейді да, біздің Facebook, солардың барлығы осы полигонмен сотрудничать етіп жатыр. Оларға спрос көп мысалы. Сонымен қатар Coca-Cola да бар деді, Mercedes бар деді, тағы да бір нелер бар, статьялар, солардан қарасаңыздар көптеген матикті қолданатын жаңа организация, үлкен монополистар өте көп. Starbucks'тың өзі, қазір осы криптовалюта матикпен, даже MasterCard деген карта бар ғой, соның өзі, сол компанияның өзі осы криптовалютаны матикпен қолданады екен, полигонмен. Қолданғанда қалай қолданады? Соны өзіне байланыстыру арқылы адамдарға NFT-ді сатып алу үшін сондай мүмкіндік жасап отыр олар. Себеп NFT-дің өзі қазір дамып жатыр. NFT деген ол жаңа сала, мына криптовалютаның ішінде жаңаша сала. Мынау біздің криптовалюта мысалы мынандай не болса, крипто цифровой ақша болса, NFT деген сол неше түрлі суреттер, мысалы мына жерде маймылдың суреттері бар, бір звездалар өздерінің жаңағы өзінше бір суреттері не, ол какой-то коллекция ретінде кейбіреулер миллионға да сатып жатыр ондай. Жай ғана былай қарасаңыз сурет. Бірақ ол суреттер жаңағыдай блокчейнге байланған. Вот, сондықтан да осы технологичный бұрынғы мысалы NFT-лар эфириумның арқасында создавать етілген болса, қазір сол NFT-лар осы полигонның арқасында создавать етіліп, солар сатылып, солар қолданысқа ие болып жатыр. Себебі осы полигон эфириумға қарағанда өте жеңілдетті жолын. Қолдану жолын жеңілдетті, сондықтан әрине көптеген нелер, организациялар осымен қолданып жатыр.